Ардақ, бізде өте көп соңғы уақытта сұрақтар келеді, бір темаға байланысты. Қандай? 99% сұрақтар не бойынша? Иерусалим бойынша, Палестина. Осы бір аптада сондай сұрақтар өте көп келді. 99% сондай сұрақтар келеді. Неге сендер айтпайсыңдар? Ол не? Біз қалай реакция береміз? Не істеуіміз керек? Мынандай ғой, бүкіл қазақ еліне айтарым, Палестина ол біздің мұсылмандардың, біз мұсылманбыз ғой арқамызда, мұсылмандардың үшінші қасиетті жері. Мұсылмандардың алғашқы қағбасы. Біз соны түсінуіміз керек, анық. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алланың қалауымен, Алла қалағаннан кейін біз қыбланы Меккеге айналдырдық. Меккеге бұрдық. Басында Палестина, Әл-Құддус дейді ғой, Құддусқа. Қазір ол жерде палестиндықтар тұрады. Енді көп бөлігі қазір 90% бөлігі қазір былай айтқанда еврейлердің, Израильдің қолында. Бір нәрсе түсіну керек та, біз қазір мына ойбай өткенде маған біреу жазды, сен қорқасың ба, неге айтпайсың дейді. Мәселе қорыққанда емес, ешкімнен қорықпа, Аллахтан ғана қорқамыз. Бірақ әр нәрседе адекватты болу керек. Біріншіден, сен не істей аласың? Жарайды, мен айттым, мен не айтқан, не айтам мен? Мысалы, сен не айтасың? Ол не айтады? Бірінші адам өз басына ойлау керек. Мен не істей алам, не көмек бере алам деген сияқты. И вообще біз көмек беруіміз керек па, керек емес па? Біріншіден, Палестина, немесе Израиль қазір непонятно. Палестинаның өзі, Палестина басында мемлекет болды, кейін қазір уақыт өте келе 43 жылдан бастап, уақыт өте келе қазір керісінше автономный Палестина болып кетті да. Енді тағы да басқа ол саяси мәселе. Біріншіден, ол біздің мемлекет емес, осыны анық түсіну керек. Біздің мемлекет Қазақстан. Біздің елге ешқандай жау кіріп жатқан жоқ, Аллаға шүкір. Егер де біздің елге жау кіретін болса, біз тұрып көруіміз керек. Бүкіл қазақ еліндегі ер азамат деп өзін санайтын адам, өзінің елі үшін тұрып беру керек, жерін қорғау үшін. Ол бір мәселе. Екінші мәселе, Палестина, ол, былай айтқанда, Шам жері ғой, ол біздің бағанағы айтқанда қасиетті жеріміздің бірі. Ол жерде намаз оқысаңыз 500 намазға тең. Қағбада намаз оқу, Меккеде намаз оқу 100 мың есе, Мединада оқу 1000 есе, ал Құддуста пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан 500 есе. Құддус ол мұсылман шығады ғой. Иерусалим былай. Иерусалим. Сол Иерусалим қазіргі таңда жалпы енді шыны керек, ол Израильдің қолында. Синоплача дейді, білесіздер. Одан кейін қазір көптеген сұрақтар келеді, мынау ақша жинау мәселе. Қазір Иерусалимде, Палестинаға біз ақша жинауымыз керек, соларға, сол жақтағы адамдарға көмектесуіміз керек. И соны пабликтерге салып жатады. И біріншіден ол сол ақша салатын болса, хорошо. Сол ақша сол діттеген жеріне жете ме, жетпей ме мәселе сода. Ол жетпей ме? Қазір лохотрондар көп өте. Ақша жинаушылар көп. Любой бір проблеманы көтере салады да, ақша жинайды. Ол ақша сол жаққа бара ма жоқ па? Бара ма жоқ па, ол бір. Екіншіден, бұл заңды ма, заңсыз ба ақша жинау ол жаққа? Ертең проблема болуы мүмкін. Осыны адамдар түсіну керек та. Ол қай жаққа сен ақша жинабасың? Ол террористический организациялар болуы мүмкін, лаңкестер мүмкін, білмейсің ғой. Соны сен ақша жинаған себебіне қаншама адам өліп кетуі мүмкін соның себебін. Оның бәрін анық қанығын жетпей, сен ештеңе істей алмайсың. Өйткені ол жақта былық өте көп. Былық шынымен көп. Саяси былықтар өте көп. Оның ішінде сен ештеңе деп айта алмайсың. Отто фон Бисмарктың бір сөзі бар. Адамдарға екі нәрсе айтуға болмайды. Айтатын болса, олар құсатын еді дейді. Бірінші, шұжықтың, колбасаның неден жасалатынын, және де саясаты неден тұратынын. Егер де оны білетін болса, адамдар құсатын еді. Ол жерде былық өте көп. Одан кейін мынандай нәрсе, не істеуге болады, істеу керек, бүйту керек. Өткенде бір айтады, бару керек. Сен жарайды бардың ал, мысалы сен. Барған не істейсің сен? Кімге барасың, не істейсің, қалай көмектесесің? Субханалла, сен олармен соғысасың ба? Сен соғыса алмайсың, біріншіден. Екіншіден, ол дұрыс емес шариғат бойынша. Өзің мемлекетін қорғауың керексің. Өзің бізге ешкім жау жатқан жоқ. Енді жалпы ғалымдардың үкімі бойынша мұсылмандардың, егерде мынау білесің ғой, Қытайда бір мәселелер болды, Индияда бір мәселелер болды. Жалпы мұсылман үшін не істей алады? Мұсылман үшін осындай болған кезде өте мұсылмандарға бір үлкен бір қиын қыстау жағдайда, көп жағдайда, егер де сен қауқарым жетпейді менің, сенің де көп адамның қауқары жетпейді. Не істеу керек? Не істеу керек?
Ондай кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, екі қару бар дейді мұсылмандарда. Бірінші сабыр, екіншісі дұға. Мысалы, мен сол кісілерге айтқым келеді, сен бір рет болсын осы Рамазан айында палестиналықтарға қатты жаның ашса, бір рет болсын тахаджудке тұрып солар үшін дұға жасадың ба? Я сомневаюсь в этом, Алтынбек. Я сомневаюсь. Мен күмәнім бар олар тұрғанына. Жылай, да, қиын екен анау. Бір тахаджудты арнады ма сол кісілерге? Арнаған жоқ па? Тахаджуд қай уақытта оқылады? Түнде. Түнгі құптаннан бастап таң намазына дейін бүкіл уақыт тахаджудтың уақыты. Түнгі намаз. Әсіресе үшінші бөлігінде, соңғы бөлігінде ең қабыл болатын уақыттардың бірі. Аллах тағала дұғаларды қайтармайды. Бір адам болсын тахаджудке тұрды ма? Бір адам болсын әр 5 намазынан кейін, парыздан кейін қолын жайып, сол жақта жапа шегіп жатқан мұсылмандарға дұғасын жасады ма? Қолын жайып тұрып. Я сомневаюсь в этом. Мен күмәнім бар. А неге мен ғана оны айтуым? Неге сен ғана? Неге басқа? Егер де ондай нәрселер болатын болса, қазір мысалы Ердоған әңгіме айтып тағы да басқа, я көбісінің бла әңгіме, біз қарсымыз, біз. Это ничего не решает. Если мысалы біздің мемлекет қарсы ма, қарсылығын білдіріп жатыр ма мысалы, онда санкциялар жасауы мүмкін, тағы да басқа. Бірақ біздің мемлекеттер санкция жасай алмайды. Не деп санкция жасайды? Біздің қауқарымыз, мына жақта Ресей тұр, мына жақта Қытай тұр. Біз осы екі мемлекетпен хотя мәселелер шешіп алайықшы. Санымыз аз. Иә, санымыз аз. Бірақ не істейміз деген кезде пайғамбардың шешімі бар. Екі нәрсе: сабыр және дұға. Әсіресе соңғы 10 түнінде, міне Рамазан бітті, қазір айттар болып отыр, соңғы күн түнінде біз дұға жасадық па, жоқ па мәселесі. И начинает сол обвинять. Сен міне осындайсың, мен бір күні біреуге жауап бердім. Ал сен не істедің, бауырым? Жарайды, мен қазір салайын. Сендер айтпағайсыңдар деген сияқты. Жарайды, мен айтпаймын. Сен не істедің деген кезде үндемейді. Мәселе сода. Хотя бы өзің үндеу жаса, видео жаса, шығар, халық таратуы мүмкін, таратпауы мүмкін. Бірақ сен бір нәрсе жасадың ба? Жасаған жоқсың. Біз қаншама посттар жасап жатырмыз, қаншама айтып жатырмыз, бауырлар дұға жасайық. Иә, мұсылмандар, араб шығар, мына жақта түріктер шығар, тағы да басқа. Бірақ біз дұға жасауымыз ең басты. Просто мұсылманға жанашыр ретінде мұсылманға дұға жасау керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, егер де сен өзіңнің бауырыңа дұға жасайтын болсаң, ол бауырлар ғой. Артыңда періште тұрып, саған да болсын, саған да сол болсын деп, періште артыңнан саған дұға жасайды. Біз осындай амалдарды ұмытамыз. Ал енді, мысалы біреу айтады, вот Ердоған айтып отыр. Ну, айта берсін енді. Бірақ бір нәрсе түсіну керек. Ол айту бір, амал жасау басқа. Амалдар бар ма жасалып жатқан? Жоқ па мәселе сода. Мысалы, Иордания, Иерусалимнің шекараласы не жағы? Қай жағы? Солтүстік жағы, шекаралас жағы, иә? Сосын шығыс, оңтүстік шығыс жағы ол не? Сектор Газа. Сектор Газада Мысыр, Египет қарайды. Иордания, неге Иордания арабтар, мұсылмандар, неге олар көмектеспейді? Бірақ осы күнге дейін 100 жыл болды, ешқандай, бұл орысша айтқанда, палец не сделали. Мысыр көп көмектесті, сектор Газда үлкен кикілшің. Бірақ сол Иордания мен Мысыр салса, Мысыр жағы сектор Газда ең кішкентай жер. Ені 6 километр, ұзындығы қанша бір 30-40 километр ғана, 50-ге баратын жар шатаспасам. Иорданияда ені 20 километр, ал ұзындығы 50 километрде. Сондай қана жер қалды Палестинаға. Қиын жағдайлар мүмкін мүшкіл шығар. Бірақ біз осыларға не істеуіміз керек? Ең бастысы біз оларға дұға жасауымыз керек. Сол жердегі араб мемлекеттері, ол Саудовская Аравия болсын, Эмираты болсын, сол жақта Кувейт, Катар, Бахрейн, көптеген араб мемлекеттер, сол Мысыр бар. Сол араб мемлекеттерінің өзі қауқарсыз бірдеңе істеу керек. Оларда бір кеңес, союз бір нәрсе бар шығар. Бізде мысалы ОДКБ бар, Оларда да бар, бірақ ештеңе істеп жатқан, даже санкция жасап жатқан жоқ. Сенесің бе? Бір араб мемлекеті против, мысалы, осындай геноцид болуы, тағы да басқа кикілжің болып жатқанда санкция жасап жатқан жоқ. А біз вообще мына жақта айдалада жүрген бір қазақ елі бірдеңе предпринимать етіңдер деп айтады. Не істейсің сен? Ештеңе істей алмайсың. Қасында іргеде тұрған түрік мемлекеті Турция, соның өзі ештеңе істей алмай отыр. А біз не істейміз? А ол кезде бірақ шешім, бағана айтқан, сабыр және дұға.
Өйткені мұсылманның екі қаруы ол сабыр мен дұға. Дұға қайтарылмайды, әсіресе Рамазан айының кезінде. Міне 70 күн қалдық, үлкен қажылықтың уақыты болады, құрбан айттар болады. Сол кезде Арафат кезі болады, дұғалардың қабыл болатын кездері болады. Соңында, ағайын, мен сіздерге айтайын, соңында Аллах тағала бәрібір мұсылмандарға жеңіс береді. Міндетті түрде. Ол Алла тағала Құранда да айтты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте де айтты. Уайымдап қажет жоқ. Бірақ бір нәрсе түсіну керек. Не болып жатса да, мұсылмандармен қандай кикілжің болып жатса да, барлығы өзіміздің қолымыздан жасалып жатыр. Барлығы өзіміздің күнәміздің себебінен. Осыны түсіну керек. Неге анасы хадиске сүйенеміз ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи сұраған дұға бойынша ғой. Бізді сырттан жау алмасын деген дұға болды ғой. Аллах соған жауап берді ғой. Жауап берді. Яғни осы болып жатқан бүкіл мұсылман елдерде іріткі негізі іштен шығып жатыр ғой. Іштен шығып жатыр. Мәселе сода, сатқындық көп. Сатқындық көп. Мысалы, Ясир Арафат кезінде Палестинаның президенті болды, былай айтқанда бір движение бір, как называется, бір Хамас. Хамас, Сон движение басшы, ол қазір қайтыс болды ғой. Сол Ясир Арафаттың өзін қазіргі палестиналықтар жек көреді. Ойба, Ясир Арафат битті. Потому что Ясир Арафаттың кезінде көптеген жерлер беріліп қойған еді. Осындай проблемалар, мысалы, көбісі біле бермейді. А при чем тут Қазақстан вообще? При чем тут мен, сен? Мысалы. Айтылып жатыр, айтқаннан пайда жоқ. Пайда жоқ болса, несін айтасың? Егер де бірақ қана пайда болатын болса, ол дұға бағанағы. Онда дұға жасайық. Мен өз басым, Аллах куә, мен дұға жасадым. Сен Алтынбек жасадың ба? Мен жасадым. Жасадым. Енді сұрап жатқан халыққа айтайын. Сіздер жасадыңыздар ма? Мәселе сода. Сосын мен Америкаға барғанда, мен біраз аралағам Америка бойынша. Палестинец кісілерді көрдім. Жастары да, орта бойлы деңгейде жасы, сосын үлкен кісілерді көрдім. Палестиналықтар ма? Палестинадан көшіп келген Америкаға. Енді көбісі былай 100% емес, 80, может 70% ақшамен келген. Яғни жерін, пәтерін сатқан неге Израильге. Сосын Америкаға көшіп келген. Америкада енді үй алады сол ақшаға, жұмыс қылады. Енді вопрос, қарашы сұрақ, мысалы, сол келді, Былай айтқанда оралман ғой, енді, беженец па, білмеймін енді, қалай дейміз олар. Беженец сияқты келе ғой. Мысалы, келді, ол алды израильдыққа жер сатты. Егер де шын жанашыр болса, сол жердегі араб, сол жердегі палестиндық болса, неге сатады оны? Мысалы, сол кісі не үшін сатты? Сатпаса сол жерде тұрмай ма, мысалы? Ашаршылық кезінде қазақтар көшкені көшті, бірақ қалғаны қалды ғой. Бірақ қаншама қазақ сол өзінің жерінде қалғанның себебінен біз жерді сақтап қалдық Алланың қалауымен. Өйткені саны бар да, кейбір жерде сапасы жоқ шығар. Бірақ саны бардың өзінің елін тастап кетпеген, мәжбүрлі түрде. Мен ешкімнен айтып, Халифа Алтайда ұлы көш деген кітабын жазды. Қалай көшкенін бәрін айтты. Мәжбүрлі болды көшуге. Мен оларды айыптап жатқан жоқпын, Алла сақтасын. Мәселе ода емес. Бірақ сол бір костяк қалды ғой мемлекетте. Қаншама алаштықтар өліп кетсе де, кетпей қалды, өлді. Бірақ қалды, соның орынбасары қазір біз өсіп келе жатырмыз, соның себебінен, егер де бүкіл қазақ кетіп қалса, не болады? Онда тура Иерусалим сияқты біздің жеріміз талан-таражға кетіп қалатын еді, бітті. Жерінде бірде-бір адамы жоқ адам мемлекетті әрине бәрі тартып алады. Неге қазақты тартып алмады, қазақтың жерін? Әлі күнге дейін Алланың қалауымен тартып алуы да мүмкін ғой. Өйткені сан халық бар. Сосын қандай жігерлі халық. Егер де халықтың жігері болмаса, жерін тартып алады. Ал енді сұрақ палестиналықтарға. Осындай мәселе. Енді бізге сұрақ қойып жатқандарға жауап беріңіз. Неге осындай мәселе оларда отыр? Әрине, біріншіден Аллахтың қалауы. Екіншіден Аллахтың қаһары. Үшіншіден адамдардың өзінің күнәға батуы. Бізді де міне 300 жыл болды осы нәрсе келе жатыр әлі күнге. Құлдық сана әлі күнге біздің үстімізден таптап жатқан әсері бар. Не себеп? Просто имансыздықтың себебі. Иманның әлсірегені. Иман кеткеннен кейін, әлсірегеннен кейін көбісі мұсылман елдер құрып кететін енді. Осман империясы солай қылады, Андалусияда солай қылады. 800 жыл Андалусия өзі мұсылман мемлекеті болып тұрды да, ең соңында бәрі дүниеге, әйелдерге, тағы да басқа бүкіл саблазындарға соғыссыз берілген. Соғыссыз Андалусия беріле салды. Оны тарихтан білесіз. Палестинада мындай нәрсе көрдім. Базарлар бар. Сол базарларда кәдімгі мұсылман арабтар туристический нәрсе сатады.
соның ішіне крест та сатады да. Мұсылмандар ма? Мұсылмандар. Соны сұрасақ, неге сатасыңдар? Сендер мұсылман емессіңдер ма? Осы реклама істеп жатсыңдар ғой. Енді осындай жағдайымыз дейді. Бізге Омар сияқты халифа жетіспейді. Енді олардың. Жұт Омар, сен Омар сияқты халифа шығу үшін, Омар сияқты басшың шығу үшін, сен Омарға татитындай халық болуың керексің ғой. Мәселе сода ғой. А бізде ондай ма, жоқ па мысалы, о жақта? Бізде Аллаға шүкір бәрі жақсы ғой. Аллаға шүкір, альхамдулилля, шүкіршілігіміз бар. Бірақ проблема Афганистанда неге проблемалар болып жатыр? Афганистанда. Просто педофилия развита, наркомания развита. Білесің ғой? Педофилия, наркомания, ол бұрыннан келе жатқан тарих бойынша зерттеңіздер. Неге дәстүр ішіне кіріп кеткен да, педофилия осыны. Олар өзі пача дей ме, бір нәрсе дейді. Осындай нәрселер болған кезде, мұсылман елінде болған кезде, Аллах тағала алады да сен тастай салады, болды. Өзіңмен өзің бол деген сияқты. Яғни бір жерде мұсылман қауым өмір сүрсе, өзін қалай ұстаса, Аллах тура сондай оларға не береді ғой, жағдай. Мысалы, мынандай, просто пример, осымен тамамдайғы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларға бүйтіп айтады. Сендер қазір азсыңдар, бірақ күштісіңдер дейді. Болашақта сендер көп боласыңдар, бірақ әлсіз боласыңдар дейді. Сонда сахабалар айтады: "Я Расулалла, біз көп болсақ, одан сайын күшті болмаймыз ба?" дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Жоқ" дейді. Сендер көп боласыңдар, бірақ әлсіз боласыңдар. Неге? Өйткені көп болсаңдар да әлсіз болатын себебі сендер өлімді жек көресіңдер, және дүниені жақсы көресіңдер дейді. Шынымен солай ғой. Өлім туралы біреуге айтсаң, немене сендер өлім туралы айта бересіңдер деп, өлімді жек көреді. Ал бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Ең ақылды адам өлімді жиі еске алатын адам. Өйткені ол тәубешіл, шүкіршіл, сабырлы болып келеді. Ертеңін ойлайтын адам болып келеді. Және де біздің көбіміз, это Иерусалим, это не исключение. Әлем бойынша дүниені жақсы көреді, дүниені ойлайды. Қашан бай болсам екен, қашан бүйтіп кетсем екен. Қазір күшті мұсылманға келіп бір $1 миллион берші, қалай өзін ұстайды білмейміз да. Ертең дін сатып кетуі мүмкін, Алла сақтасын. Жоқ, білмейміз. Сол себепте біз ең бірінші өзімізге өңілейікші, басқа бір мемлекет туралы айтпай қойық. Өзіміздің мемлекетімізді сақтап қалайықшы. Біз өзіміз қазір жалпы все шатается у нас. Сақтап қалу үшін бізге ең әуелі бізге иман керек. Содан кейін ірге тасымызды қалай аламыз, жақсы ұрпақпен. Аллахтан ғана қорқатын, басқа ешкімнен қорқпайтын ұрпақ келеді, иманды болса. Осы мәселе. Осындай, ойлаймын, сұрақтар, жақсы, орынды шығар сұрақтар, неге қоймайсыздар, неге айтпайсыздар. Айттық, бірақ нәтижесін өздеріңіз көріңіздер. Өйткені әр нәрсенің өзінің сұрауы бар, ағайын. Әр нәрсенің сұрауы бар. Сол себепті сұрақ қоярын алдында, мен неге бұл сұрақты қойып жатырмын? Мен не үшін қойып жатырмын? Және қандай жауап алуым керек? Мен не істедім? Ол адамға сұрақ қойған кезде осы мәселеде мен не қызмет атқардым деген түйсікте қаперінде болу керек. Содан кейін сұрақ қою керек. Бет алып атты, бұл айтқанда, жала жаба бермей, немесе обвинять етіп адамды бұл айтқан, нақақтан нақақ. Олай тағы болмайды. Өйткені мен жай ғана қарапайым қазақтың домалақ баласымын жай жүрген. Просто журналист, блогер, дін мәселесін жайып жатқан адамдардың бірі. Ал қасымдағы отырған Алтынбек тоже жай ғана қарапайым қазақтың жігіті болды. Біздің қолымыздан ешқандай, бұл айтқанда, юрисдикция, ешқандай бір қауқар, ешқандай қолымызда билікте жоқ. Біз де міне қазір айтып отқан бла-бла-бла біздікі әңгіме жай ғана. Бірақ не істеп жатырмыз мәселе сода? Мен ішім білет не істеп жатқанын. Бұл іші білет. Сіз білесіз. Мәселе сода. Осыны ұмытпайық. Болды, осымен теманы жабасайықшы.